Константин Ушинский атындағы номер 7 орта мектептің география пәні мұғалімі Жұмағалиева Шырын Рахимбаевна. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Қазақстанда қолайсыз және қауіпті атмосфералық құбылыстар. Сабақтың мақсатына тоқталсақ, сіздер бүгінгі сабақта Қазақстанда атмосфералық қолайсыз және қауіпті құбылыстардың қалыптасуын, таралу аумақтарды картадан көрсетіп, сақтану шараларын білетін боласыздар. Бағалау критерийі. Бүгінгі сабағымызда бірінші атмосфераның қолайсыз және қауіпті құбылыстарының қалыптасуын түсінесіздер. Екінші, Қазақстанда атмосфераның қолайсыз және қауіпті құбылыстарының таралу аумақтарын картадан көрсетесіздер. Үшінші, атмосфераның қолайсыз және қауіпті құбылыстарынан сақтану шараларымен танысасыздар, жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде. Ал, оқушылар, экранға назар аударайық. Экранда қандай сурет көріп тұрсыздар? Тамаша, жақсы, дұрыс айтасыздар. Сіздер суретте шаңды дауыл, үсік, көктайғақ, тұман, қуаңшылықты көріп тұрсыздар. Осы аталғандардың барлығы атмосфералық құбылыстарға жатады. Климаттық жағдайлар табиғаттың барлық құрамдас бөліктеріне, тіршілік етуге, адамзаттың шаруашылық әрекетіне үлкен ықпал тигізеді. Аумақты тиімді игеру және пайдалану үшін климаттың ерекшеліктері туралы білу өте маңызды. Оларды түсіндіре алу, мүмкіндік туып жатса, болатын өзгерістерді алдын ала білу керек. Оқушылар, сіздер экранда синоптикалық картаны көріп тұрсыздар. Синоптикалық картамен 7-8 сыныптан таныссыздар. Синоптиктер өздері құрған синоптикалық карталар бойынша ауа райын болжайды. Синоптикалық картада суреттер көріп тұрсыздар. Ауаның қысымы, желдің жылдамдығы, бағыты, ауа температурасы, атмосфералық шептер, жоғары және суық атмосфералық фронттар, жауын-шашынның сипаты, жауын-шашын таралуы жақсы көрсетілген. Енді ауа райы мен климаттың қолайсыз құбылыстарымен танысайық. Оларға не жатады? Құрғақшылық, аңызақ желдер, күшті аяздар, шаңды дауылдар, үсік, тұмандар, көктайғақ, дауыл, бұршақ. Енді оқушылар, осы аталған құбылыстармен бөлек-бөлек танысып шығайық. Құрғақшылық. Бұл ұзақ мерзім бойы жауын-шашынның болмауы, жаумауы. Құрғақшылық топырақтың құрғауына, ылғалдың азаюына, өсімдіктердің өсуін тежеп, өнімділігін төмендетеді. Не мүлде өсімдіктер солып қалады. Құрғақшылық ормандарда өрттің болуына, өзен көлдердің суларының азаюына, құрғап қалуына себебін тигізеді. Қазақстанның климаты жалпы құрғақтығымен ерекше көзге түседі. Әсіресе оңтүстікте жаз өте ыстық болады. Құмның беті +60, +70 градусқа қызады. Мұндай климат жағдайы солтүстік аудандарда жиі болып тұрады. Құрғақ ауаның пайда болуы күшті қызған және тропиктік ауа массаның басым болған кезімен байланысты. Оған ылғалы аз, ыстық құрғақ жел аңызақ тән болады. Аңызақ желді күндердің ұзақтығы табиғат зоналарында әртүрлі болады. Дала зонасында жылына 5-10 күн, шөлейт зонасында 40 күн, Қызылқұмда 100 күн. Қазақстан жерінде соңғы 20 жыл ішінде қуаңшылық 4 рет болды. Келесі көретін суреттерін шаңды дауылдар. Қазақстанда жылдың жылы мезгілінде байқалатын ерекше атмосфералық құбылыстардың бірі шаңды дауыл.
Шаңды дауыл жер бетінен топырақты, құм бөлшектерін көтеріп ұшыратын атмосфералық құбылыс. Осы құбылыс нәтижесінде айналаны көру мүмкін емес болады. Олар топырақтың ұлпаларын ұшырып, өсімдіктердің тамырларын ашып тастайды, ауыл шаруашылығына өздерінің көп зиянын келтіреді. Қазақстанның дала зонасында орташа есеппен жылына 20-38 күн шаңды дауыл болады. Республиканың оңтүстігінде, құмды шөлдерде, Балқаш көлінің оңтүстігіндегі шаңды дауыл 55-60 күнге жетеді. Келесі танысатын дарыныз үсіктер. Қауыртты атмосфералық құбылысқа үсік жатады. Үсік көктемнің аяқ кезінде, күздің басында, кейде теріскей жақта, жазды күндері арктикалық ауа массасының енуіне байланысты болатын құбылыс. Ауаның температурасы қысқа мерзімде 0 градусқа төмендеп, топырақ беті тоңазып кетеді. Ол егінге, жеміс ағаштарына көп зиянын келтіреді. Бау-бақшалық дақылдар өсіп өніп келе жатқанда үсітіп жібереді. Үсік ауыл шаруашылық жұмыстарына көптеген зиянын келтіреді. Бұршақ. Тағы бір атмосфералық қолайсыз құбылыс бұл бұршақ. Еліміздің басы бөліктерінде бұршақ сәуір мен қазан, оңтүстікте наурыз бен қазан аралығында жауады. Бұршақ жауатын күндердің қайталануы Іле алатауында біршама жоғары, яғни 8-10 күн болады. Ауыл шаруашылығына зиянын келтіреді. 20 ғасырдың 60 жылдарында қазіргі Нұр-Сұлтан, бұрынғы Ақмола қаласында жауған бұршақтың салмағы 1,3 килограммға жеткен дейді. Тұман. Келесі тұмандар. Тұмандардың түзілуіне ауаның жер бетіне таяу қабатында бірікпеген ұсақ су тамшыларының шоғырлануымен тығыз байланысты. Ол су ауа қабатына жылы ауа енген жағдайда пайда болады. Тұманды күндердің ұзақтығы Мұғалжар тауларында жылына 70 күнге дейін, ал Іле алатауында жылына 75-100 күнге дейін жетеді. Жоғары тұмандылық Қарағандыда, Өскеменде, Алматы сияқты өнеркәсіпті аудандарда жиі байқалады. Тағы да республиканың халық шаруашылығына қолайсыз атмосфералық құбылыстардың бірі көктайғақ, не болмаса көк мұз дейміз. Көбіне аязды ауа райынан кейін сіркіреме жауын жауғанда қалыптасады. Әдетте көктемде және күзде ауа райы салқындап, жер беті 0 градусқа дейін суынып, мөлдір және көгілдір жұп-жұқа 5 мм-ге дейін мұзбен жабылады. Мұндай құбылыс мал шаруашылығына, адам баласына зияны өте үлкен. Транспорттар апаттарға ұшырайды, байланыс және энергия желілерінде үзілістер. Көк тайғақ түсіп, көлік апаты көбейді. Ауа райының күрт бұзылуының салдарынан 29 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 4 адам түрлі деңгейдегі дене жарақатын алған. Тек қана бір тәулікте 10 күннің нормасына тең ақ ұлпа түсіпті. Кесірінен кейбір көліктер жол жиегіне шығып қалған. Қостанай облыстық төтенше жағдайлар департаменті мамандарының сөзінше, олардан көмек сұрап тек бір адам жүгінген. Біздің солтүстігінде үлкендігі жұмыртқадай бұршақ жауды. 5 минут бойы жауған бұршақ көліктердің әйнегін сындырып, терезелерді қиратып кеткен. Вот такой выпал град в Сергеевке. Буквально вот несколько минут назад.
Солтүстіктегі бірнеше ауданда адамның алақанына сыймайтын бұршақ жауыпты. Бұршақ аралас нөсерлеп жауған жаңбырдың соңы қатты дауылмен жалғасты. Кесірінен тұрғын үйлер мен мектеп, балабақшалардың шатырын түгел ұшырып әкеткен. Дүкендердің де шатыры мен терезесі қирап, емен ағаштары тамырымен жұлынып кетіпті. Ал тұрғындардың сөзінше дүлей дауылдың салдарынан үйлері қираған, тіпті жарық бағаналар құлап, сымдары үзіліп кеткен. Падение опоры электропередач. Меңгесер ауылындағы екі электр бағанасы ортасынан бөлініп түскен. Қирағандардың орнына жаңа бағаналарды орнату жүргізіліп жатыр. Қазір жарты ауыл жарықсыз отыр. Электр желілерін қосу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Атмосфералық құбылыстармен бүгінгі күні сіздер таныстыңыздар. Енді сабақты қорытындылау мақсатында сіздерге бірнеше тапсырмалар ұсынғым келіп отыр. Бірінші тапсырма. Суреттер сөйлейді. Әдісі арқылы көрсетілген суреттерден Қазақстанда таралған қолайсыз және қауіпті атмосфералық құбылыстарды анықтап, сипаттама бересіздер. Атмосфералық құбылыстардың суреттері тұр. Сіздер атмосфералық құбылыстың атауын жазасыздар. Қазақстанда таралған аймағын жазасыздар. Осы құбылыстың қауіптілігі және осы құбылыстан сақтану шараларын жазып шығасыздар. Екінші тапсырма. Сөйлемді дұрыс аяқтау үшін тиісті сөзді анықтаңыз дейді. Не болмаса географиялық диктант бұл. 5 тапсырма берілді. Сол 5 тапсырмаға сіздер тиісті сөзді анықтап жазасыздар. Үшінші тапсырма. Картамен жұмыс. Қазақстанда таралған қолайсыз және қауіпті атмосфералық құбылыстардың таралу аймағын картадан көрсетесіздер. Картаның төмен жағында атмосфералық құбылыстардың шартты белгілері белгіленген. Осы шартты белгілерді пайдалана отырып, Қазақстанда таралған аймақтарын картаға түсіресіздер. Ал оқушылар, бүгінгі сабақты бекіту мақсатында мен сіздерге БББ кестесін ұсынамын. Білгенім, білдім, білгім келеді. Білгенім, атмосфералық құбылыс туралы осыған дейін білгендеріңізді жазасыздар. Білдімге, бүгінгі сабақта не білдіңіздер, қандай білім алдыңыздар. Білгім келедіге, алдыңғы уақытта, не болашақта, тағы қандай осындай құбылыстардың түрлерімен танысқыларыңыз келетіні туралы дәптерге жазасыздар. Рефлексия. Рефлексияға плюс-минус қызықты әдісі арқылы бүгінгі сабаққа кері байланыс бересіздер. Бүгінгі сабақтағы плюс, бүгінгі сабақтағы минус және сіздерге не қызықты болғаны туралы айтасыздар. Сонымен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. 21 параграфты оқып, 106 беттегі 3-4 сұрақтарға жауап беріп келесіздер. Сау болыңыздар.